Пайғамбар алейхиссалам айтады: "Янсибуллахул мавазин яумал қиямати фаюта би ахли сала фаюфуна уджурахум бил мавазин." Алла субханала ва тағала ертең қиямет күнінде таразыны қояды. Мизан деген таразы бар, бауырлар. Сол мизан таразыда амал дәптерлеріміз қойылады. Қазір бұлай білінбейді. Қазір бәріміз деңгейіміз бір секілді жүрміз ғой мына өмірде. Бірақ сол амал дәптеріміз иншалла оң жағынан келуді нәсіп етсін. Алдымыздан келуді нәсіп етсін. Бұның өзі бізге белгі береді дейді. Құранда Алла тағала айтады: "Сондай сүйіншіленген қауымдардың амал дәптерлері алдынан келгендер, оң жағынан келгендер қуанады" дейді. Алла сақтасын, амал дәптері артынан келгендер, сол жағынан келгендерге қасірет болады дейді. Сол мизан таразыларға қойылады дейді. Ахл сола, намазхандар бар ғой, намазына берік болған, құлшылыққа берік болған адамдардың мизанға қойылады, соған байланысты сауаптарын алады дейді. Мына кісінің